келесі кері геодезиялық есеп. Бұнда екі нүктенің координаталары белгілі. Яғни x-a, y-a және x-b, y-b белгілі. Осы координаттар арқылы осы екі нүктенің арасындағы ара қашықтықты және де осы бағыттың дирекциондық бұрышын табу керек. Ең алдымен біз дирекциондық бұрышын табамыз. Дирекциондық бұрышын табу үшін алдын ала румбты табамыз. Румб арқылы дирекциондық бұрышын анықтаймыз. Яғни румбтың формуласы, яғни бірінші әдіс тангенс румб тең дельта y бөлінген дельта x. Осында дельта y тең y2, яғни yb азайтамыз ya бөлінген xb азайту xa. Енді өзіміз мәндерімізге қойып шығайық. Яғни тангенс румб AB тең YB 4 миллион 312 430 метрден азайту 4 миллион 311 900 метр бөлінген xb 6 миллион 64 980 метр азайтылған 6 миллион 64 770 метр тең он екі 430 азайту 4 миллион 311 900 530 64 980 минус 60 64 770 210 метр болды. Яғни екеуі де плюс мәнмен болды. Тең 530-ды бөлеміз 210-ға. Өтір деген 6 сан аламыз. 52 38 52 38 09 52. Енді осы мәннен арк тангенс аламыз. Арк тангенс табамыз. 2ндf тангенс табасамыз. 2,52 38 09 52. Жауабымыз радианда шықты. Енді осыны градус минутқа секундқа айналдырамыз. Яғни бізде мына кнопканы басамыз, мына батырманы DMS. Бұл жерден ең соңғысын таңдап аламыз. Міне DMS деп тұр. Enter. Яғни мұнда Enter кнопкасы бар. Тағы да Enter басам. Сонда ромб менде 68 градус 23 минут 06 секунд 8 миллисекунд шықты. Яғни біз бұл жерде румбты таптық. Енді дирекциондық бұрышты табу үшін біз бірінші бұл
қайшы ширекте жатқанын табамыз. Яғни бізде мына мәндерге қараймыз. Яғни біз екеуде плюспен шықты, екеуде x y-іміз плюс, x-іміз да плюс. Яғни бұл бірінші ширек болады. Егер де былай сызатын болсақ, x, y бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек және төртінші ширек. Бізде бірінші ширекте x плюспен болады, y плюспен, екінші ширекте x плюспен, x минуспен болады, y плюспен, x минуспен. Үшінші ширекте y минус, x та минус. Төртінші ширекте y минус, x плюспен болады. Яғни бізде дельта y плюс болды, дельта x плюс болды, яғни екеуде плюс бұл бірінші ширек. Бірінші ширекте ромб пен дирекциондық бұрыш екеуі бір-біріне тең болады. Ал екінші ширекте ромб тең 180 градус азайтылған альфа. Үшінші ширекте ромб тең альфа азайтылған 180 градус. Және үшінші ширекте 360 градус азайтылған альфа. Яғни осы формулаларды қолданып отырып шығарылады. Яғни бірінші ширекте екеуі тең болады. Сонда дирекциондық бұрыш тең ромбқа тең 68 градус 23 минут 06 негізі 80 миллисекундқа тең болды. Енді картадағы өлшемдермен салыстырып көрейік. Картамен өлшеп. Яғни дирекциондық бұрышты өлшейін деп жатырмын. Менде А, Б нүктелерім. Осын дирекциондық бұрышын анықтаймын. Есептеймін. Так, мына жақтан есептеген кезде 68 градусқа 68 градус болып тұр. Яғни менің жауабым дұрыс шықты. Картамен 68 градус болды. Формуламен 68 градус 23 минут 6 секундқа тең болды. Енді бұны альфаны таптық, енді ара қашықтық табамыз. Ара қашықтық 3 формуламен табылады. Бірінші формула дельта x бөлінген косинус альфа. Екінші формула дельта y бөлінген синус альфа. Және де үшінші формула дельта x квадрат плюс дельта y квадрат түбір астынан. Енді бірінші формуламен есептеп көрейік. Бірінші формула дельта x абы бөлінген косинус абы. Дельта x абы бізде 210 бөлінген косинус альфа. Так, 210 бөлінген скобкада косинус 21 градус 68 градус. Так, 68 градус 21 минут 06 80 секунд тең болады. 500. Так, тең 569 да 25 метрге тең болды. Енді екінші формула бойынша дельта y. Дельта y бізде
530 метр бөлінген синус 68 градус 21 минут 06-80 секунд. Осы жерден 530 так 530 бөлінген скобкада синус 68 градус 21 минут 06,80 секунд. Beş жетпіс 22. Енді үшінші формула. Бұл жерде дельта x квадрат плюс дельта y квадрат тең дельта x 210 квадрат қосылған 530 квадрат тең. Так, түбір астынан 210 квадрат плюс 530 квадрат 570 0,9. Яғни үш формула есептеп шықтым. Біреуісінде 569 шықты, біреуінде 570 және үшіншісінде 570. Ал енді линейкамен өлшеп тексеретін болсақ, А, Б нүктесінің аралығын өлшеп көрейік. 5,7, яғни 5,7 мм болып тұр. Бұл масштаб бойынша есептеген кезде 570 метрге тең болды. Яғни есептерім дұрыс шықты.